алғыс айту. Дәл осындай қарым-қатынас миындағы автокөлік апатынан алған жарақатын жеңу барысында көмек берді. Барынан айырылғанына қайғырып өкінудің орнына аман қалғанына, одан кейін ғажап өмір сүріп жатқанына шексіз ризашылық танытты. Алғыс айту сезіміне шын жүрегімнен сенемін. Өзім өнер көрсетіп жатқан кезде сол жақтағы кішкентай аяғымды әзілге жиі қосамын. дей тұрғанмен мен де солай титтей аяғының барына шексіз ризамын. Ол маған мүгедек адамға арналған арбаны игеруге, минутына 40-тан астам сөз жазуға, аспапта ойнауға және мобильді телефонды қолдануға көмек береді. Осылайша тыңдарманның көзін өзімнің ерекше түр-тұрпатыма үйрете бастадым. Тағдырыңызға риза болу, үнемі алғыс айту, арман мақсатыңызды қолдайтын және ішкі сезімдеріңізді бөлісетін адамдарды жаныңызға жинайды. Кейде сол адамдар ерекше жігерлендіріп, өмірімізді мәңгілікке өзгертіп жібереді. Анам кішкене кезімде көп кітап оқып беретін. Менің сүйікті кітабым мен жақсы көретін Құдай. Алғаш рет оны 6 жасымда оқып берді. Ол уақытта еліктейтін адам жоқ. Мен секілді аяқ-қолсыз өз мәселесін өзі шешіп жүрген жанды мүлде білмейтінмін. Маған жігер берген сол кітапты әлі күнге дейін ұмытпаймын. Сондай-ақ одан адамдарға алғыс айтуды үйрендім. Кітап авторы Джони Эриксон да болатын. 17 жасар Джони бойжеткен спортсмен еді. Ол жүзумен, атқа мінумен шұғылданған. Колледждегі алғашқы жарты жылдық оқуы аяқталуға небәрі 1-2 апта қалғанда көлге түспекші болған кезде мойнын шығарып алады. Бұл 1967 жылы болған оқиға. Сол уақыттан бері иығынан төмен қимылдай алмай қалады. Кітабында ол өзіне қол жұмсағысы келген жазады. Бірақ содан кейін бұл оқиға тегін болған жоқ. Құдайдың сынағы еді. Алда жаратқан жоспарым барын ұқтым деп жазады. Маған бұл кітап ерекше ұнады. Кейін анам Джонидің әндері басылған диск сатып әперді. Алғаш рет бәрімізде дөңгелек бар, мінсіз ешкім жоқ деген сөздерін естіп, мүгедектер арбасында отырып-ақ қуануға болатынын ұқтым. Джонидің әндерін қайта-қайта тыңдадым. Әлі күнге дейін сол кездегі шабытты күйімді сезіне аламын. Мені Джонни жеке кездесуге шақырғанда таң қалғанымды елестетіп көріңізші. 2003 жылы ақш-қа калифорниялық бір шіркеуге өнер көрсетуге жолы түсті. Кездесуден кейін Джонниның көмекшілерінің бірі келіп, Джонни және достары деген Агура Хиллстегі қайырымдылық ұйымына шақырды. Джонни бөлмеге кіріп келгенде таң қалғаным мені құшақтау үшін қатты келді. Бұл өте ерекше толқынысты сәт еді. Джоннидің физикалық әлеуеті толыққанды болмағандықтан бұрынғы қалпына келу қиынға соқты. Инстинкті түрде оны қайта өз орындығына итердім. Сен өте мықты екенсің деді. Мұнысына қуанып қалдым. Бұл ерекше әйел балалық шағымда маған күш, жігер, сенім мен үміт сыйлаған жан еді. Джонни тура мен секілді әуелде мүгедектігімен қатты арпалысқанын айтты. Өзі мүгедектерге арналған арбасымен құздан құламақ болғанын, алайда өлмей қалып, одан да қиын жағдайға тап боламын ба деген қорыққанын әңгімелеп берді. Сол кезден құлшылық ете бастапты. Құдайым, егер өлмейтін болсам, ары қарай қалай өмір сүруді көрсетші деп дұға жасайды екен. Осыдан кейін Джоннидің достары оған інжіл сөздері жазылған плакат сыйлаған. Онда барлығына шүкір етіңдер, себебі Құдайдың қалауы осы деген жазу бар еді. Джонни діндар адам болмаған. Басындағы ауыртпалықты әлі қиналып жүрген кейпі бар. Сондықтан бұл сөздер оны жігерлендіре қоймады. Сіздер әзілдеп тұрсыздар ма? Бұл үшін жаратқанға мүлде алғыс айта алмаймын. Оның еш жөні жоқ деген. Достары оған қимылдай алмайтынына емес, аман қалғаны шүкіршілік айтуы керек екенін түсіндіреді. Джонниге мұны қабылдау өте қиын еді. Сол кездері өзін сұмдық жағдайдың құрбаны сезініп жүрген болатын. Алдымен өзінен басқаның барлығын кінәлап, олар бақытсыздығы үшін жазықты секілді сезілді. Сотқа арыз берді, талап етті. Тіпті осындай жағдайға душар болғанын өмірге әкелген ата-анасынан көрді.
бір сөзбен айтқанда аяқ-қолы істемей қалғандықтан бүкіл әлем оған қарыздар сияқты көрінді. Бірақ құрбандық бет пердесін киіп жүре берудің өте оңай екенін түсінді. Бәріміз өзімізді бір жағдайдың құрбаны санаймыз. Кейбіреулер кедей боп туғаны, енді бірі ата-анасы ажырасқандықтан, тағы біреулер әлсіз денсаулығы, нашар жұмысы, қысқа немесе тым ұзын бойы, көріксіз бет әлпеті үшін. Жақсы бір нәрседен айырылғанда өзімізді тоналғандай сезінеміз. Қатты ашуланып қайғырамыз. Басқаларды да кінәлай бастаймыз. Басымыздағы қиындық атаулыны солар өтсе екен дейміз. Эгоисттер кәсіби құрбандарға айналады. Алайда өзіңді аяу ең іш пыстырарлық өнімсіз, қайыры жоқ іс. Өзімізге жанымыз ашиды, шашымызды жұламыз және қаншама жас төгеміз. Джонни секілді сіз құрбан рөлінен бас тартқаныңыз жөн, себебі оның ешқандай болашағы жоқ. Джоннидің айтуынша, қайғы өмір жолындағы қақпан. Біз не қайғының терең тұңғиығына түсіп кетеміз, немесе жарқын болашаққа ұмтыламыз. Болашаққа ұмтылғанда алғашында оңай болмаса да, алғыс айта білу сезімі қажет. Бірақ сіз құрбан болмаймын деп қалай шешім қабылдайсыз? Сол сәттен бастап бойыңызға күш-қуат бітеді. Егер алғыс айтуға тұрарлық ештеңе көрмей тұрған болсаңыз, онда болашақтан үміттеніп, тек алға қарай жүріңіз. Бұл оптимист болуға, өткенді ұмытып, болашаққа ұмтылуға көмек береді. Маған Құдай сөзі жол көрсетіп тұрғанын түсіндім. Өзім үшін мынандай шындыққа көз жеткіздім. Бір күніңді ғана Құдай жолына арна. Соның өзінде әлемде ең мықты адамға айналасың, дейді Джонни. Джонни өзін құрбан сезіну, қимылдай алмай қалғаннан да ауыр екенін түсінді. Жақсы сөз жарым ырыс. Өмірге деген осындай қарым-қатынас Джоннимен бірге менің өмірді де өзгерткені секілді, сіздің де өміріңізді көркейтеді. Біз мүгедектігімізге ренжімей, қуаныш пен жақсылыққа толы мәнді өмірдің негізін қалай алдық. Алғыс шын мәнінде өмірді өзгертеді. Джонни өмірін өзгертті және маған да өмірімді өзгертуге көмек берді. Оның дискісін тыңдаған, кітабын оқыған көптеген адамдарға жәрдемін тигізді. Джонни және оның достары қайырымдылық ұйымы бүкіл әлемде мүгедектер арбасын таратумен айналысады. Олар 60 мыңнан астам мүгедектер арбасын таратып, онымен қоймай, әлемнің 102 еліндегі мүгедектерге қажет құралдарды жеткізіп берген. Джоннидің денесі қимылсыз қалған, ал менің аяқ-қолым жоқ. Сонда да біз өмірдегі мақсатымызды тауып, соған ұмтылдық. Үкілі үміт ауыр қайғыны жеңеді. Біз Құдайға және болашаққа сендік. Өзіміздің кемшіліктерімізге көндік. Соның арқасында өмір ғажап болып қала берді. Біздің позитив қарым-қатынасымыздың негізгі жалғастыра жатыр. Біз өміріміз бен басқа жандардың өмірін өзгертуіміз үшін қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз. Бұл жай ғана сөз емес, бұл шындық. Шүкіршілік етіп, өзіңізді құрбан санаудан тоқтатып, қайғы мен құлазуды жеңгенде, сіз кез келген қиындықтан өте аласыз. Егер алғыс айту, шүкіршілік ету дәл қазір қиындық туғызса, онда басқа жолды таңдаңыз. Амал жасау. Табита мен сияқты қайырымдылық жасауға құмар. Ол маған былай деп хат жазды. Әрдайым өзімді жайлы сезінемін. Әлем үшін жақсы іс жасағым келеді. Оның әрекетке ұмтылысы бүкіл отбасымызды қайырымдылықпен айналысуға үндеді. Ол науқасы ауыр балаларға, мүгедектерге, баспанасыз және жетім балаларға қаржы жинаумен айналысады екен. Кейде өз бақытсыздығыңды ұмытудың ең тиімді жолы басқа бір жанның өмірін жақсартуға қол ұшын созу. Сократ: әлемді өзгерткісі келген адам әуелі өзін өзгертсін деген. Қайғы жамылып, ауыр мұңға батқан болсаңыз, құмның түйіршігінде қимылдата алмайтындай көрінсеңіз, онда алдымен қайғыңызды жеңілдетер жол бар. Қиындықтан жеңілдіңіз деп, жамандықты жақсылыққа айналдырыңыз. Мен айтып отырған жол өзгелерге көмек беру. Амал істеу позитив импульс береді. Алғашқы қадам әлбетте өте қиын. Оған еш күмәнім жоқ. Әуелі төсектен тұра алмайтындай күйде боласыз.
бірақ тұруға тура келеді. Сіз алға жылжуға дайынсыз. Алға жылжу арқылы өткенді ұмытасыз, болашаққа жақындай түсесіз. Осыны есте сақтаңыз. Алға адымдап жылжыңыз. Егер біреуді жоғалтып, немесе тағы бір басқа нәрседен айырылған болсаңыз, онда өзге адамға жәрдем беріңіз. Ол бұрынғы қайғыңызды сәл де болса жеңілдетеді. Ең ауыр сынақ — жақын адамның қазасы. Туысыңызды немесе досыңызды жоғалту ауыр, өйткені оған дайын жүрмейсіз. Бірақ кейбір жандай қандай жағдайда әрекетке күш табады, сонда еңбегі жақсылыққа себепші болады. Бұған ең жарқын мысал Кенди Лайтнер. Оның 13 жасар қызы ішіп алған адамның көлігінің астына түсіп қаза болған. Кенди бойындағы ашу-ызасын еңсеріп әрекетке көшеді. Ата-аналар рөлде арақ ішуге қарсы атты ұйым құрды. Бұл ұйымның балалары мен іс-шаралары көптеген адамдардың ғұмырын сақтап қалды. Өмірімізде немесе жақын адамдарымыздың тағдырына қайғылы жағдай болса, бәрін тастап жылаған келетіні шындық. Жүрегіндегі шер тарқай ма деп үміттенесің. Алайда Табита, Джони Эриксон, Тада және Кенди Лайтнер секілді жандар жан жүрегіндегі күйікті әрекет арқылы жеңді. Өмірдегі ең қайғылы жағдайдың өзі жақсы істің бастамашысы болатынына шын жүректен сенді. Оған жарқын мысал ретінде Далластан шыққан Карсон Леслиді де атауға болады. Мен онымен танысқанда жасы 16-да еді. Күлкісі ерекше, жас спортшы, Нью-Йорк Янкиз командасында ойнауды армандайтын. Алайда ол сол кезде жаман аурумен күресіп жүреді. 14 жасында миында ісік бар екені анықталып, кейін кесел бойына тарап, жұлыннан зақымдай бастайды. Химиотерапия, операция бірнеше рет жасалды. Ремиссия басталады. Содан соң ауруы қайта күш алған. Осы жылдар ішінде Карсон кәдімгі бала болуға тырысып, қалыпты өмір сүрді. Ол диагнозын естіген кезде Інжілден оқып берген сөздерді жүрегінде сақтады. Ол ешқашан ұмытылмайтындай еді. Мықты һәм берік бол, алаңдама, қорықпа, қайда барсаң да Құдай сенімен бірге. Карсон дертінен бірден сауығып кетеді және оны қатерлі ісік цитатасы емес, өмір цитатасы деп атайды. Қанша жыл өмір сүрсем де, осы сөз қабірімнің басына жазылса деймін. Қабіріме келгенде жұрт жылы оны оқып, мені естеріне алады, әрі өзге жандар да мен секілді пайдасына жаратса деп тілек тілейтінмін. Осындай өте батыл, ержүрек балақай әдебиет пәнінің мұғалімімен бірігіп кітап жазған. Ол қатерлі ісікке шалдығып, дерттің өз өмірлеріне физикалық, жеке әлеуметтік және эмоциялық тұрғыдан әсерін баяндай алмайтын балалар жайында айтқысы келген. Карсон 2010 жылдың 12 қаңтарында кітабы жарыққа шыққан соң бірден қайтыс болған. Бүгінгі күні балалар онкологиясы саласында Карсон Лесли атындағы қолдау қорын құру мақсатында жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл жасөспірім бойында эгоизм деген мүлде болған жоқ. Науқастанып жатып, әлсіздігіне қарамастан, соңғы демі шыққанша басқа жандарға пайдалы болатын кітап жазды. Осы кітаптың соңғы сөзі қатты ұнайды. Тағдырымыздың бізге не дайындап қойғанын ешқайсымыз білмейміз. Құдайдың батылдықты бергенін білген соң батыл болу оңай. Карсон мен далластық зергер Билл Нобл таныстырды. Ол терең сенімдегі кісі. Көне пасторлық шіркеулерде өнер көрсетуге шақырады. Биллдің балалары Карсонмен бірге оқитын. Ол бізді Құдай патшалығының генералдары деп атайтын. Билл мені мақтан тұтатын. Алайда көбіне мәңгі өмірге аттанған адам артынан не қалдырды, сол жайында айтып отыратын. Тіпті Карсон секілді тым жас жігіттерді де аузынан тастамайтын. Билл кейіне маған бір сырын ашты. Оны өзі тірісінде Карсонға да айтқан екен. Құдай адамды физикалық тұрғыда ғана жаратпайды. Жан, тірі және өлі тәннің билеушісі. Мен сіздерге айтып жатқан дүние жан мен өмірдің әңгімесі дейтін. Жанашыр болу. Егер амал істеуге шамаңыз қалмаса, тағы бір жол туралы айтайын. Есейіп өмірлік тәжірибе жинағанда түсінгенім,
бала күнімде өзімді-өзім өлтірмек болғаным соған итермелеген жағдай эгоизм екен. Өмірде мұндай эмоциялық көңіл-күй мен физикалық қолайсыздықты менен өзге жан сезінбегеніне сенімді болдым. Мен өз проблемаларым тұңғиығында жүредім. Ер жетіп ес кіре бастағанда жағдайым әлде қайда жақсарды. Себебі кейбір адамдардың басында менікінен де ауыр жағдайлар болатынын ұқтым. Осыны мойындау арқылы өзгелерге көмектескім келді. Сөйтіп жанашырлық сезім оянды. Бұған мені 2009 жылы Австралияға келгенде достарымның қызы үйретті. Ешқандай кішкентай балалармен сөйлесіп көрмеген екенмін. Оның жасы бар жоғы 2,5 еді. Достарымыз оны өздерін бірге алып жүрді. Ол ұзақ уақыт маған жақындамай, барлық кішкентай балалар секілді мені сырттан бақылап жүрді. Кейін ата-анасы кетуге жиналғанда мені құшақтағысы келмей ме екен деп сұрадым. Қыз күлімсіреп ақырындап жақындады. Қасыма келіп, көзіме тура қарап, қолын иығына қойып, маған ұқсағысы келді. Содан соң жақындай түсіп, басын иығыма қойып, мойнын бетіме тигізді. Мен де басқа адамдарды дәл солай құшақтайтын едім. Бөлмедегілердің бәрі шынайы мейірімге тәнті болды. Мені адамдар жиі құшақтайды, бірақ осы құшақтауды ешқашан ұмытпаймын. Бұл кішкентай қыздың табиғатының осындай ерекше жанашырлығы бар екен. Басқа адамдардың сезімін түсіне алады. Жанашыр болу үлкен қасиет. Үнемі жанашыр болу қандай ғанибет. Ол адамдардың жанына шуақ шашып емдейді. Өзіңізге де пайдасы зор. Қиналған сәтіңізде өзіңізді мүжи бермеңіз. Айналаңызға назар салыңыз. Жағдайы сізден де нашар адамды тауып, қол ұшын созыңыз. Басыңызға төнген қауіп пен қайғы негізсіз емес шығар. Алайда ол өмірдің өзегі емес, бір бөлшегі ғана. Өзгеге көмектесу арқылы өзіңізді емдейсіз. Гейб Марфит деген досым мұны тәжірибесінде түсінді. Біз 2009 жылы Вашингтон штатында Ричлендтегі кешкі қайырымдылық асында өнер көрсеткен кезде таныстық. Гейбтің аяқ-қолы толық жетілмей қалған. Дене мүшелерінен ұзындығы бар жоғы 10 см ғана. Қолының үлкен саусақтары сүйексіз біткен. Және есту қабілеті өте нашар. Соған қарамастан өте белсенді. Бейсбол, баскетбол және хоккей ойнайды. Гейб Сиэтлге жақын жерде өскен. Оған Құдай өр рухпен қоса жанашырлық таныту деген тамаша қасиет берген. Қазір ол Вашингтон университетінде оқиды. 6 жасынан бейсбол ойнаған. Бір күні Гейб туыстары бар достарымен бірге Рейнир тауына шыққан. Мектепте оның әжептәуір проблемасы болғанымен сыныптастарының сенімін өзінің батылдығы, көшбасшылық қасиет, ұмтылысы және барлығына бірдей сыйластық арқасында жаулап алған. Туыстармен бірігіп мүгедектерге көмек көрсететін қайырымдылық қорын ашқан. Үміт қоры гранттар мен шәкіртақылар береді. Мұның бәрі жанашырлықтан. Сіз Гейбтің жанашырлық сезімінің қуатын көз алдыңызға елестете алдыңыз ба? Өзінің жағдайын ұмытып, өзгенің проблемасына назар аударған. Сөйтіп мүгедектігін адамгершілікке, жанашырлық сезіміне ауыстырып, сол арқылы өз өмірінде, мыңдаған жандардың өмірінде көркейтіп жатыр. Өте кедей және қиыншылықта өмір сүретін адамдардың аудандарына барғанда олардың реакциясы қатты таңғалдырады. Ерлер мен әйелдер де балалардың бойында бәрінде жанашырлық сезімі бар. Таяуда Камбоджада болдым. Күні ыстық, ылғалдылы аймақта сөйлеу ұзаққа созылып кетті. Қонақ үйге келе жатып, өзімді жайсыз сезініп, тым ауыратқандай күйде едім. Суға түсіп, сергіп алып ұйықтағым келді. Осы кезде ұйымдастырушы: "Ник, біз кетпей тұрып мына балақаймен сөйлесе аласыз ба? Сізді күні бойы күтіп тұр" деді. Кішкентай балақай жерде отыр екен. Төбесінде қара бұлтша үйілген шыбын, құж-құж қайнайды. Басында үлкен жара немесе ісік байқалады. Бір көзі іріңдепті. Сасық иіс мүңкіп тұрды. Орындығыма жақын келіп, маған басын қойды. Жетім екен, адам төзгісіз қиын жағдайда екен байқалды. Бірнеше күн нәр татпаған. Сонда да оның махаббаты мен ыстық ықыласы көзінен білініп тұрды. Менің де қиындықтарымды түсініп тұрғаны байқалды. Көңілім босап, жасымды тыя алсамшы.
Ұйымдастырушыдан бұл балақай үшін бір нәрсе жасай аламыз ба деп сұрадым. Ол тамақтандырып және қамқорлық көрсетеміз деп уәде берді. Мен балаға алғыс айтып, қонақ үйге оралдым. Оны ойлаған сайын көз жасыма ерік бердім. Күні бойы ойладым. Менің ауыртпашылығымды жеңілдеткісі келіп, өзінің аянышты халін ұмытқан кішкентай ұлдың үлкен жүрегін ұмыта алмаймын. Сол балақайдың өмірде не көргенін және өмірдің қаншалықты қиын болғанын білмеймін, бірақ мынаны анық айта аламын. Оның өмірге деген көзқарасы таңғаларлық. Өз жағдайына қарамастан өзгеге жанашырлық танытып жүр. Жанашырлық пен қайырымдылық Құдайдың ғажайып сыйы. Өзіңізді аяп, мүсәпір сезінгенде не бесе құрбанмын деп ойласаңыз, алдымен түсінігіңізді өзгертіңіз. Жанашыр болыңыз. Көмекті қажетінен адамға асығыңыз. Қол ұшын созыңыз. Қайырымдылық қорында еріктінің жұмысын атқарыңыз. Ұстаз немесе жетекші болыңыз. Қайғыңыз бен дертіңізді басқа жандарға көмектесу арқылы еңсеріңіз. Кешіру. Кешірім жөнінде есіңізден шығармаңыз. Өмірде ең қиыны кешірім сұрау, әрі оны меңгеру де оңай емес. Мен мұны анық білемін. Дүниеге аяқ-қолсыз келгенім үшін Құдайға да өкпелі едім. Бойымды ашу кернеп жүретін. Сөйтіп барлығына өзімді емес, өзгені кінәладым. Анығында кешірім деген түсінік менің санамда жоқ еді. Ашу мен ыза, қайғы мен мұң, өкпе, реніш бәрінде болады. Кешірімге тек сол мінез арқылы жетесіз. Мұндай сезімге жүректі жығып беруге, көп салмақ түсіруге де болмайды. Кейібін зардабын тартасыз. Ашуды бойда ұзақ сақтамаған жөн. Жақсы адамның ашуы шәй орамал кепкенше. Сіздің ағзаңыз автокөлік секілді шектен тыс қатты әрі ұзақ қызып тұра берсе, істен шығуы мүмкін. Медициналық зерттеулер көрсеткендей, әдетте ашу мен өкпе адамның физикалық және физиологиялық жағдайын қиындатып, оның иммундық жүйесі мен өмірлік маңызды ағзаларының жұмысына ерекше зиян тигізеді. Негізінде адам өзге адамға 3 күннен артық ренжуге болмайды. Одан ұзап кетсе, тағы бір мәселе туындайды. Аяқ-қолым жоқтығы біреудің кінәсінен деп жүрген кезінде болашағым туралы ойланбайтынмын. Құдай мені дәрігерлерді кінәлауды қойғаннан кейін жеңілдеп, физикалық және эмоциялық тұрғыдан өзімді жақсы сезіндім. Өз өміріме деген жауапкершілікті түсіндім. Бұрынғы өкпе реніштерді еске алып берсеңіз, күш-қуатыңыздан, сенімнен айырыла бастайсыз. Ал кінәлаған адамыңыз одан ары күшейе түседі. Ал кешірсеңіз, шырмаудан шығасыз. Енді ашу билік жүргізе алмайды. Біреуді кешіру арқылы оған жақсылық жасадым деп ойламаңыз. Бұл әуелі өзіңізге жасаған жақсылығыңыз. Мені қорлап, мазақ қылған балалардың бәрін кешірдім. Олардың кінәлі болғанын қаламағанымнан емес, мұны өзім өкпе мен ашудан арылу үшін жасадым. Еркін болғым келді. Кешірім жасау сізді ренжіткен адамға маңызды деп ойламаңыз. Кешірім арқылы қандай рухани күй кештіңіз, соған қуаныңыз. Кешіре біліңіз, сонда арманыңызға оңай жететін жол ашылады. Арқалап жүрген ауыр жүктің бәрінен құтыласыз. Кешіру күшінің шипалы қасиеті бар. Нельсон Мандела өзіні 27 жыл түрмеде ұстағандарды кешірген кезде, оның шешімі бүкіл әлемге ықпал етіп, халқына қуаныш сыйлаған жоқ па? Мұндай күшті мен бұрынғы кеңес одағынан да сезіндім. Өзінің отбасының тұрақсыздығы жайлап, тыныштығы бұзылған. Ресейдің бір ауданы шіркеу салуға көшіріп алып келген украиндық дін қызметкерімен кездестім. Оның жоспары жария болған тұста бұзақылар 5 баласымен бірге өзін қорқыта бастайды. Дін қызметкері алған бетінен қайтпай, тек дұға жасаумен болған. Құдай маған бұл шіркеудің тым қымбатқа түсетінін, алайда нәтижесі ғажап болатынын сезіндірген тұғын, деп еді. Сол кезде маған әлгі дін қызметкері бұзақылардың қоқан-лоққысына қарамастан шіркеуді ашады. Бастапқыда мінәжат етуге 2-3-ақ адам келіпті. Ал арада 1 апта өткеннен соң ұлын көшеде өлтіріп кеткен. Бақытсыз әке бұзақыларды жөнге салуын сұрап, Құдайға күні-түні жалбарынған. Кейін әкейді көшеде
бұзақыларға ұқсас топ ұстап алып өз ұлыңды өлтірген адамды көргің келе ме деп сұраған. Жоқ деп жауап берді діндар. Өзіне сенімдісің бе дейді таң қалған топ. Кешірім сұраса ше? Мен оны әлде қашан кешіріп қойғанмын. Сол кезде көлгірсіріп тұрған кісі ұлымды мен өлтірдім деп зерлей кетеді. Сенің шіркеуіне барғым келеді дейді жалма-жан. Осы оқиғадан кейін көп ұзамай аудандағы орыс ұлтынан құралған бұзақы атаулы шіркеуге келе бастайды. Сөйтіп қылмыс дегеніңіз толық тыйылады. Міне осының бәрі кешірімнің күші. Сіз біреуді кешірген кезде бойыңызда ерекше күш пайда болады. Бұл алдымен өзіңізді кешіруге мүмкіндік береді. Кім кешірім сұраса, Құдай соны кешіретінін білемін. Өкінішке қарай, көбіне бұрынғы қателігіміз үшін кешіруді кейінге қалдырамыз. Өзіңізді кешіре білу басқаларды кешіргенмен бірдей маңызды. Мен талай қателік жібердім. Сіз де сөйттіңіз. Біз адамдармен нашар қарым-қатынаста болдық. Оларды жөн-жосықсыз ренжіттік. Осындай кезде шегіне білген жөн. Кеткен қателікті мойындап түзелемін деп уәде беріп, өзіңізді кешіріп, алға жылжыған абзал. Адам кешірімді болу арқылы алға жылжиды. Не ексең, соны орасың. Егер бойыңызды ашу, ыза кернеп, өзіңізді аяп, кешірмей жүре берсеңіз не болады? Ондай өмірде қандай қуаныш бар? Мұндай пессимистік көңіл күйден арылыңыз, оптимист болыңыз, алғыс айтыңыз және жанашырлық танытып әрекет ете бастаңыз. Өзіңізді де, өзге жандарды да кешіре біліңіз. Өз тәжірибемде өмірге деген көзқарастың, өмірдің өзін өзгерткеніне куә болдым. Өмірімді өзгертіп, армандап та көрмеген жетістіктерге де жеттім. Бұл сіздің де қолыңыздан келеді.